Бір кіші өз елінен тамам тойып, күн яққа, жылы яқларға күшініп кетерге қарар қыла. Барлы yoqlı мал мүлкетін топлый да юлға құзғала. 40 күн, 40 түн бара тұрғаш, таң алдынан тау ташлы, қиялы бір шәһәрге келіп жете. Шәһәр шетінде ол бір қартны ұшырата. Сен өзің ұлы кішісің, көпні көргенсіңдір. Әйт әлі, бұл шәһәрде игіліклі кішілер яшайм. Қонақшылар ма? Мехрибанлылар ма? Мен елімнен береге яшерге көшініп келуім еді. Қарт дәрвиш егітке сынаулы қараш ташлайды. Өз еліңдегі кішілер не дейді соң деп сұрай. Қызғаныш. Ләкин андан нашар кішілер яшайды. Яузлар, хөрмәтсізлер, бұлдықсызлар. Шуңа мен ол жерлерден көшініп кетерге тіледім де деп жауап қайтара. Бұл елде де сондай кішілер яши деген жауапны ишіткеш еш жігіт кәйфі түсіп аптырап қала. Мұнда да нашар кішілер яшагеш береде қалудан мәғіне жоқ. Yolunu devam етерге керек деп ойлайды. Атымны туарып, әзірек yol етіп алайым да, қабат yolға қозғалырмын дейді. Олар да шәһәрге тағын бір ұлау яқынлаша. Мұнысына да бір сәудагер егіт отырған. Атынан түшіп ол да қарт янына келе. Бұл шәһәрге іш бойынша көшініп келуім. Қарт айталы, берде нендей кішілер яши деп сұрайды. Қарт ise bu егітке де әлік яшаған жерінде кішілер нендей дейді. Әлік яшаған жерім жәннәтке теңі дейді. Кішілері иқлас, ярдәмшіл һәм іш сүйішән дейді. Берде де yolыңда игіліклі кішілер гіне ашырар дей қарт. Сәудагер егіт сүйініп шәһәрге кіріп кете. Мұны шытып тұрған дәрвиш қартқа бей қашулана. Сен алдақшы қарт екенсің ле баса. Кішілерінің ялғыш жолға кіртірге ұяттың жетемі? Неге мені алдадың дей. Кіші ерегі өзі бірден яғылан дей қарт. Сен қаяғына көшініп кетсең де, ерегің түрінде болған байлықны өзің білен алып кетерсің. Нашарлық мы, yok мы, игілік мы, барысы да сеннен қалмы ерешек. Кішіден нашарлық көргенсің екен, демек сенің көңіл күзгіңде боялған деген сөз. Шүнкі ерегі бақ кіші, башқаларда гел игіліккіне көрерге сәләтті дей ол. Кішкіне бір ауылда балтастасы яшеген. Өзінің қолынан іш келген, сәләті де болған, ләкин бар ішінде ертегі қолдырға яратқан. Үлгірсе де, үлгірмесе де бұршылмаған. Ертегі әшілі бітірімін әлдеп өзін үйу атқан. Кішілер аңа еміш біле мүрәжағат етсе, ертегі әшілім деп шандырған. Шушу қал har күні қабатланған. Ауылдашлары ертегеден башқа сөз ешітмеген. Тұра бара аңа мүрәжағат етушілер кимеген. Балтасысы вақ-түйек емішларыны емішлап, кішке тамақ тойдыра башлаған. Яшы 30-дан ұзғаш, ауылдашлар аңа, «Илән енді, қартайып барасың бей» деп кеңеш итерге тұтынған. Бұл сөзге де балтастасы, «Үйленірмен, ертеге қыз сұратан» деп қаман көшірек келген. Кішілер, «Үйіңнің қимасы ау бара, бурасы шерген, ясап қойынды» дегенлер. Бойылы ертеге тұтынам деп жауап берген. Шолай сездірмеше яшілігі де өтіп кеткен. Күннерден бір күнде балтастасы ойға қалған. Тұқта, аңа неше яшсың әлі? 60-тан тұтырған төгілмісің ол? Әлі қашан ғана 16 еді. Бұл өмір дегенлері қой арада ұзып кеткенсің. Айласы жоқ, ерті ішіліп бара. Шығылы да керек сізге айленді. Ғұмыры бұшқа өткен төгілмісің? Бүгінгі тұрмышыңнан ұтып, ертегесі турында артық қияланып, ғұмырың ұзып кеткенін сезмей қалма.